Идея қалай? Осы көбіне қоғамдағы мәселелерді, рухани жалпы байлық адамда болу керектігі жайында бір осы соңғы жазбаларымда жазылған еді, сол өлеңді оқып берейін. Әрине. Арқаланып дүниедегі ар жүгін бұрылмайтын көмескілеу тарапқа, дүниенің сезінесін тарлығын жатыр қылыш суырылмай қынапта, жұтқыншақты күйдірердей удәмі есім-ау бесеңгіреп жүремін, белуардан қан кешкендей бұрынғы ардың дерті удан ащы білемін, бояу іздеп ала көбе ымырттан құлазу мен көкірекке мұң тұнған кейуанадай, ғазалымнан сұрыққан ішім сұлу қарағанда сыртымнан саулайды тау суындай мөлдір жыр, қаусап қалған кәременге қарамай өзен болып құйылатын сезім бұл желкілдеген жасыл орман жағалай. Қарадырлар өн бойына мұң сүңген, адамзат қайталмайды наз өкпе, қарағашта қара желге күрсінген құмға сіңбес қасірет бар тірсекте, тұншығады кеудемдегі мендік ой, жеткіз алмай жүректегі наланы, тәңір маған өлмес өлең берсе ғой, жазу үшін ғасырдағы жараны. Ақ шіркін, не деген сөздер? Өлеңіңіз тылсым ойға толы екен, шынымен де, Тұрдыбек.